Неке ханымдар, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Мынау біздің өздеріңіз көріп отырғандай, бізде баяғы сол балықтың әуені бізде әлі. Сол балыққа қажетті екінші гарнир. Біз бірінші гарнирге өзіміздің жаңағы күрішімізді дайындап қойдық. Оны өздеріңіз де білесіздер, күрішімізді дайындап қойдық. Енді бізде қазір қажетті нәрсе ол мына баклажан мен цукини тағы тураймыз. Ол гриль жасаймыз, гриль. Баклажаннан, цукиниден және бізге қасықтарына өздеріңіз білетін болгар бұрышын қосамыз деп айттым, Егер сіздің тарелкеңіз дейміз ғой, мына тарелка қазір қандай тарелкеге саласыз? Сол тарелкеңіз егер кішкентай болып жатса, бағанағы мен өздеріңіз көрген керамика менің ақ тарелкам сияқты сондай болатын болса, онда сізге осынша керек. А егер сіздің сазаныңыз кішкентай болып жатса, өте көп баклажан, мына цукини тураудың қажет жоқ. Бір 3-4 сізге жетіп жатыр. Жақсы ғой, А егер көп болса, енді міндетті түрде жаңағының астын толтыру керек. Соның бәрін толтырып, мына балықты қойғаннан кейін ана жағына өздеріңіз суреттен көрген шығарсыздар, күрішті қоямыз. Күріштің арты бос болмау үшін біз барлығын қоямыз. Егер жаңағыдай сізде балығыңыз кішкентай болса, онда көп қоюдың қажет жоқ. Мінекей перьямен дейміз ғой, перьямен былайынан қиғаштап барлығын турап алдық. Былай домалақ қылып турасаңыз да болады. Мына перьямен турасаңыз, просто мына ыдыста әдемі көрініп тұрады. Сосын жаңағыдай объемный дейміз ғой. Барлық жан-жағын барлығын жауып тұрады, Неке бізде баклажанымыз дайын болды, цукини дайын болды. Мен сіздерге айттым, 3 түрлі бізге болгар бұрышы керек дедім. 3 түрлі болгар бұрышы. Мінекей соның мынау жасыл түрі, 3 түрлі болгар бұрышы. Бұл бұрыштарды қалай тураймыз? Неке қиғаштап тураймыз былай. Қиғаштап. Гарнир гриль деп жасадыңыз, Осы мына қалай жасап жатырмын, гарнир гриль деп, ол отдельно дейміз ғой, бөлек өзі де бір гарнир болып, тағам болып есептеледі. Мына осы турап жатқанымыз овощной гриль болып, ол да бөлек тағам болып есептеледі. Сондықтан егер кафе, ресторан барып жатсаңыздар, жаңа ашып жатсаңыздар, міндетті түрде бұның барлығы әрқайсысы бөлек-бөлек тағам. Бұл енді балыққа 2 түрлі гарнир қосайық деп жатырмыз біз. Неке қиғаштап, бәрін әдемілеп турап қойдық. Бізде бұлардың барлығы дайын болды. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай неке өздеріңіз көріп тұрғандай цукинimіз бар, баклажанымыз бар, Неке осылай жайып аламыз. Бұның үстіне тұз себеміз. Бұның үстіне неке тұз себеміз. Сосын бұлай араластырамыз. Біреулер паприка қосып жатады, біреулер қоспайды. Енді өзіңіз білесіз, таңдау өзіңізде. Және май қосамыз. Май өздеріңіз білетін сұйық май біздің. Неке майды қостық. Бәрін бір жақсылап араластырып жібереміз. Тұзы барлығына сіңу керек, неке. Егер үлкендеу ыдыс болса, үлкен ыдысқа, мен сіздерге көрінсін деп жатырмын, үлкен ыдысқа салып, былайынан бір араластырып алсаңыздар болады. Неке жақсы. Міне осы тұзы сіңе берсін. Қазір біз ары қарай болгарский бұрышымызды тұздап бастаймыз. Оған дейін біз пешімізді қосып қоямыз,
Оған дейін біз пешімізді қосып қоямыз. Неке сіздерге көрініп тұрса, бұның ішіне кішкене ғана май құямыз. Өте көп қажет емес, өйткені бізде баклажан болғаннан кейін баклажанға майды көп тартады деп бағана айтып өттім. Бізге мінекей грильдің мына полоскалары әдем болып түсу керек. Мінекей өздеріңіз байқап отырғандай. Бірден алмастырмаймыз, өйткені түспей қалады. Сондықтан кішкене күтеміз, жаңағыдай бір арасы 1-2 минут. От қатты қызып тұру керек. Бұл біздің балыққа қосылатын екінші гарниріміз. Бірінші гарнир өздеріңіз білесіздер, күріш болды бізде. Егер менімен бірге жасап отқан қанымдар болса, мен мұнда бір жұмыртқаны пісіріп жатырмын. Бір түйір кішкентай жұмыртқа. Оны қаласаңыз қосасыз, қаласаңыз қоспайсыз. Ол жұмыртқа бізге қайда қажет деп ойласаңыздар, мен балықтың аузына кейде жұмыртқа салып қоятыным бар. Ол да бір сән дегеннің бір түрі. Енді қаласаңыз қосасыз, өте маңызды емес негізі. Неке біздің баклажандарымыз әдемі болып, дайын болды, Сосын мынау грильден шығарғаннан кейін баклажан овощтарды бірінің үстіне бірін салмау керек. Егер бірінің үстіне бірін салып жатсаңыз, бірінің үстіне бірін салып жатсаңыз, онда мынау жаңағы узоры кетіп қалады. Көріп тұрған шығарсыздар, мына грильдің үстіне артық жаңағы май құйып жатқан жоқ. Гриль қосқанда, грильде бірдеңе дайындағанда міндетті түрде иісі шығады, мына жер кішкене түтін болады. Ондай кезде енді вытяжкаларыңызды қосып қойыңыздар. Мен сіздерге қосып тұрған жоқпын, өйткені білесіздер, қазір иісі дауысы гүрілдеп кетеді. Сондықтан барлығын жақсылап жаңағы ішіне көп майды құйып, сосын үстіне бір салып жібермеңіздер. Мына овощтарды болш еткізіп байқаңыздар, өйткені мынау қатты қызып тұрған от, қолыңыз бір жеріңіз күйіп қалмау үшін шетінен салыңыздар, жаңағыдай шетінен майды сосын көп құймау керек.
мына гриль деп жатырмыз ғой. Бізге қазір қажеттісі баклажан, цукини, болгарский перец, сосын және күріш бар бізде. Егер үйге мына өзіңіз осындай гриль дайындайтын болсаңыз, оның ішіне грибы, шампиньон қоссаңыз болады. Сосын жаңағы помидор қоссаңыз болады. Лук дейміз ғой, репчатый лук қоссаңыз болады. Сол грильдің ішіне өзіңіз білесіз, барлығын қоса беруге болады. Сосын мына грильді өте көп ұстамау керек. Егер көп ұстап қойсаңыз, мына оттың үстінде, сосын мына сіз балықпен бірге салған кезде, ол босап кетеді. Ол босап, былжырап дейді ғой, қазақша. Былжырап тұрады да, сондықтан мына дастар өзінің қуырылғанымен тұрмай, еще өзінің бір товарный видін ұстап тұру керек, сондықтан жаңағыдай өте қатты емес, мінекей, қалыңдығы мынандай қылып турады, міне, өте жіңішке емес, өте қалың емес, мінекей, қалыңдығын осындай қылып турады. Солай қылып жасасаңыздар, өздеріңізге әдемі болып тұрады. Бағана айтқандай, мінекей, баклажан, цукини бір-бірінің үстіне салмаймыз, өйткені мына узорлар кетіп қалады, сондықтан болгарский салғанда тұрған ештеңе жоқ. Ең соңғы міне біздің болгарский, осыны қазір қуырып дайындап аламыз. Біздің күрішіміз дайын болып тұр. Мінекей ханымдар, біздің болгар бұрышымыз соңғысын барлығын дайындадық. Барлығы мінекей дайын болды. Енді қазір біз өзіміздің балығымызды ары қарай жалғастырамыз.